Алдар көсе мен шық бермес Шығайбай. Ерте заманда, құйрығы келте заманда шық бермес Шығайбай дейтін бай болыпты. Төрт түлігі сай болыпты, көңілі жай болыпты. Сол шық бермес Шығайбай үйіне ешкімді қондырмайды екен. Қондырса дәм бермейді екен. Тіпті тастан да қатты сараң, өзі тойса да көзі тоймайтын адам екен. Үйіне кісі келсе, оның жауабы «Шық, әй» екен. Осыдан жұрт оны Шығайбай деп атап кеткен екен. Шық бермес Шығайбайдың аты естілмеген ел болмайды екен. Оның шық, әйін естімеген жан болмайды екен. Қайтсем де қалай болса да Шығайбайдан дәм татам деген талайлардың тауы шағылған екен. Алдар қу, алдардың алдамайтыны, арбамайтыны жоқ деген атақ ел-елге жайылады. Ел аузындағы мәтелге айналады. Әй, алдарың қанша қу болса да шық бермес Шығайбайды алдай алмас дейді жұрт. Осы сөз алдарға жетеді. Шық бермес Шығайбайдың атын алдарда естіді. Шық бермес Шығайбайды мырза бай етпесем, алдар деген атым құрысын деп алдар сапарға аттанады. Шық бермес Шығайбайдың елін іздеп сапар шегеді. Күн түн жүреді. Ақырында елден іргесін олақ салған, ен далада жалғыз үй қонған Шығайбайдың үйіне келеді. Не істеп отыр екен бұл қу деп атын алысқа тұсап өзі білдірмей келіп жабықтан сығалайды. Сығаласа Шығайбай қазы тіліп отыр екен. Бәйбіше нан илеп отыр екен. Тоқалы бас үйтіп отыр екен. Қызы тырнаның жүнін жұлып отыр екен. Осыдан дәм татпасам, алдар атым құрысын деп іштей тас түйін бекінген Алдекең кеш жарық дегенді айтып жылмаңдай ішке кіріп барады. Бұлар да жылдам екен. Алдар кеш дегенді айтып болғанша қолдарындағыларын жасыра қойып, Шығайбай таспаны, бәйбіше ұршықты, қызы тігіліп жатқан көйлекті, тоқалы көсеуді қолдарына алып отырса қалады. Түк білмегенсіп қолдарындағы іспен болып отырғансып, жай барақат бола қалады. Әй, әбден-ақ әкістеніп алған екенсіңдер, мызғымас қу екенсіңдер дейді алдар ішінен. Амандасқансып, қол алысқансып, байға сүйкене барып төр алдына отырып алады. Әй, көсе екенсің, жұртты құртқан қума екенсің, жүрісің жылмаң екен, жырынды болған сұмба екенсің, қу болсаң да, сұм болсаң да, менен дәм тата алмассың дейді бай ішінен. Қайдан жүрген сұмсың, қайда барасың, не істеген білгенің бар дейді бай алдарға. Алдар көтеріле түсіп, күлімдеп желдірте жөнеледі. Көрген білгенім көп, жолда келе жатып, үлкен сары жылан көрдім. Жуандығы тап өзіңнің астыңдағы қазыдай, артық кем ғып асырмай, шын айтқанда жасырмай, таспен ұрдым жіберіп. Күң астындағы басындай, бұлш етті иленіп. Бәйбіше астындағы нанындай, өтірік болса сақал жылынсын. Қыз астындағы тырнадай, бәрінде осының көріп келдім, асыңды ашшы ұрламай. Осыны естігеннен кейін бай, шоқ түссін тіліңе деп, астындағы қазысын лақтырып тастайды. Тілің кесілсін деп бәйбіше астындағы нанын лақтырады. Жағың қарсын деп тоқал басты лақтырады. Ішің толсын деп қызы тырнаны лақтырады. Қазыңды аса бер бәйбіше дейді бай, амал қайсы деген пішінмен. Бәйбіше қазанға ас салады да, біз қазаным 5 ай десе, отырайын 10 ай деп алдар етігін шешіп тастайды да, кер тағының терісін келер жылы киермін деп төрге орнығып отырады. Қазан түнімен қайнайды, бірақ түсірілмейді. Алдар да отырады. Мынау кәпір қашан жатады деп үн жоқ қасарып байда отырады. Ақырында ұйқыдан шаршап шыдай алмай, әй кемпір төсек сал дейді. Бәйбішесі төсек салады. Үй ішімен ұйықтаған кезде алдар орнынан тұрып, қазандағы етті сүзіп алып, оның орнына тулақты турап салып қояды. Бір уақытта бай тұрып, бәйбішесін оятады. Мына ит ұйықтады білем, түсір асыңды тез. Уақытымен асымызды жегізбеді-ау ит деп сыбыр етеді. Бәйбіше қараңғыда асты түсіреді. Бай пышақты қолға алып жіберіп, жат жігітім жат, сазайың осы деп аузына бір кесегін асап жіберсе тісі өтпейді. Олай қидалайды, бұлай қидалайды, болмайды. Етің не болып кеткен, өңкей шандыр деп қатынына ұрсады. Түйіліп қалып сорпа сұрайды. Ақыры осының бәрі алдардан келгенін біліп, амалсыз аштан аш жатады. Таңертең Шығайбай жолға шықпақ болып бәйбішесіне қонаққа көрсетпей маған нан беріп жібер дейді. Әйелі ошақта пісіп жатқан нанды оттан да ала салып, байдың қойнына тыға қояды.
Мұны көре салып алдар жүгіріп шығады. Байеке, енді бұдан кейін жолығамыз ба жоқ па, қазақ дәстүрімен достарша көрісіп айырылсалық деп бара сала байды құшақтайды. Оттан жаңа шыққан нан байдың кеудесін күйдіріп жібереді. Ау, жарайды енді деген сайын алдар қаттырақ қыса түседі. Ау, мына ит жегірді ит жесін мә деп қойнындағы нанды лақтырып тастайды. Байеке, ит жегенше мен жейін деп Алдекең барып нанды қолына алады. Сөйтіп бай жолға аш кетеді. Бай екінші күні тағы жолға шығарда бәйбішесіне бір торсық айран құйғызып, оны көрсетпей ішінен байлап алады. Бай сыртқа енді шығуға ыңғайланғанда алдар: «Байеке, мен сіз келгенше жүретін шығармын, қоштасып қалайын» дейді де құшақтаса амандасқан болып, торсықтың тұсынан қысады. Торсықтағы айран төгіліп, Шығайбайдың мазасын кетіреді. Торсықты амалсыздан алдарға беріп, Шығайбай бұл жолы да аш кетеді. Көседен құтыла алмаған соң, бай оның атын сойып алмақ болады. Байдың мұнысын тағы біліп қойған алдар атына барады. Атының қасында байдың да аты тұр екен. Өз атының маңдайындағы қасқасы болмаса, екеуінің ешбір айырмашылығы жоқ екен. Маған ойлайтын, қыс астығы болса өзіне тисін деп өз атының қасқасына сиырдың жапасын жағады да бай атының маңдайына бор жағып қасқа ат қылып қояды. Сөйтеді де орнына келіп жатып ұйықтап қалады. Алғашқы күнгі етті жек қойған алдар екенін сезген байдың ішін ыза кернеп, «Тұра тұр бәлем» дейді. Сөйтіп алдар ұйықтады-ау деген кезде сыртқа шығып оның атын жарып тастайды. «Міне жігітім, сазайың» деп өзінің істеген ісіне көңілі толып, қуанып төсегіне келіп жатып ұйқыға кетеді. Таңертең бай орнынан тұрып жатып алдарға айтады: «Мына кемпір қасқа ат өліп жатыр дейді, әсте сенің атың-ау, әй сорлай, атыңды бақпай қазан бағып жүрген не қылған адамсың өзің» деп қарқ-қарқ күледі. Сонда алдар тұрып: «Өзі қандай қасқа екен, боқ қасқа болса менікі болар, бор қасқа болса сіздікі болар» дейді. Бай Құдайдың ұрғанын біледі де орнынан атып тұрады. Жүгіріп барса айтқаныңдай өліп жатқан үй иесінің бор қасқасы екен. Бай күйіп кетіп алдарға келіп: «Жоғалт қараңды, сұм неме, мен сені енді көрмейін» деп шығып кетеді. Сыртқа шығысымен әйеліне: «Тез жөнелт ананы» дейді. Бай біраз жерге ұзаған кезде артынан жүгіре жеткен алдар: «Етігім жыртылып, шұлғауым шығып жүреді, бізіңізді беріп кетіңіз» дейді. Байдың бергісі келмейді, алдар жабысып жібермейді. Ақыры болмаған соң: «Әй, алсаң алшы, антұрған, алда қараңды батыршы кәпір» дейді. Алдар алғысын жаудырып, жымың қағып қала береді. Бай кетісімен оның бәйбішесіне жүгіріп келіп: «Ал қызыңыз Бізбикені киіндіріңіз» дейді. Не үшін?» «Баймен келістім, мен қызыңызды алып кететін болдым». «Жоғал әрі сұм, саған қыз беретін бе еді бай» дейді бәйбіше ат тонын ала қашып. «Ендеше өз құлағыңызбен естіп қалыңыз» деп алдар сыртқа шығып алысқа ұзап кеткен байдың артына айқайлайды: «Ау бай, Бізбикені бермей жатыр мына бәйбішеңіз» дейді. «Әй қатын, бер бізді, жоғалт сол кәпірдің көзін» деп айқайлайды бай. «Әні естідіңіз бе?» дейді алдар қасында тұрған әйелге. «Мына кәрі ит алжыған ба өзі? Елді шулатқан бір қу аяққа қызын беріп жынданған шығар өзі» деп таңғалады әйелі. Қатын қалашқа бой берген алдар ма, анау-мынау дегенге бет қаратпай, жасауын буып түйіп, тездетіп қызды атқа мінгізеді. Сөйтіп алдармен текетіреске түссең осылай болады деп еліне қарай әндете тартып отырады.